Осы аптада футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері қызметіне ресейлік маман Станислав Черчесов тағайындалды. Ол футболшы ретінде Мәскеудің Спартак, Локомотив командаларында және Германияның Динамо клубында ойнаған. Бапкерлік қызметінде Ресейдің Спартак сапында елдің күміс жүлдегері. Легия командасымен Польша чемпионы, ел кубогының жеңімпазы атанды. Ференцварош пен Венгрияның 2 мәрте чемпионы және кубогының иегері болды. Ресей құрамасымен 2018 жылғы әлем чемпионатының ширек финалына дейін жетті. Бақ пен әлеуметтік желіде Черчесов жылына 1 миллион 200 мың еуро, яғни ай сайын 100 мың еуро жалақы алады деген ақпарат тараған болатын. Бұл факт жұрттың шамына тиді. Жанкүйерлердің ашуын түсуге болады. Себебі Евро 2024 жылғы финалдық кезеңінде жолдама алған 10 бапкер бұдан әлде қайда аз жалақыға жұмыс істеп, тәуір нәтиже көрсетіп келеді. Мәселен, айда аспанға шығарған грузиндердің бас бапкері Вилли Саньоль жылына небәрі 200 мың еуро алады. Айтпақшы, Грузия құрамасы соңғы ресми ойында гректерден басым түскен. Ал эллиндер өз кезегінде біздің жігіттерді 5-0 есебімен тас-талқан еткенін ешкім ұмыта қойған жоқ. Алайда Қазақстан футбол федерациясы Станислав Черчесовтың жалақысы туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді және сома бұдан төмен деп мәлімдеді. Десе де бапкердің нақты қанша алатынын коммерциялық құпия деп жария етпеді. Станислав Черчесов Қазақстан құрамасының 2026 жылғы әлем чемпионатына дейін жаттықтырады және егер тараптар нәтижеге қанағат білдірсе, келісім шартты тағы 2 жылға ұзарту мүмкіндігі қарастырылған. Бұған дейін ел құрамасы тізгінін ұстаған Магомед Адиев қызметінен кетіп, Ресейдің Ахмат командасын жаттықтыратын болды. Магомед Адиев 2 жылда 22 ойын өткізіп, оның 11-інде жеңіске жетіп, бір рет тең ойнаса, қалғандарын қарсыластарға есе жіберді. Айта кетейік, Қазақстан құрамасын осы күндері Армения және Әзербайжан құрамаларына қарсы қос ойынға Адиевтің көмекшісі Руслан Балтиев жаттықтырады. Станислав Черчесов бастаған жаңа бапкерлер штабы жолдастық матчтар аяқталған соң жұмысына кіріседі.